Назарларыңызға электрондық үкімет порталымен жұмыс жасау бойынша қысқа бейне нұсқаулықтар курсын ұсынамыз. Электрондық үкімет порталы www.egov.kz мекенжайы бойынша орналасқан. Сіз оның басты бетіндесіз. Портал әлемнің кез келген нүктесінен мемлекеттік органдардың қызметтерін интернет арқылы алуға мүмкіндік береді. Мәселен, сіз түрлі анықтамаларды, мекенжай анықтамасын, жылжымайтын мүлік, зейнетақы аударымдары туралы анықтаманы ала аласыз. Некені, баланың тууын тіркеуге өтініш бере аласыз. Коммуналдық қызметтерді, айыппұлдарды, салықтарды төлей аласыз. Мемлекеттік органға электрондық өтініш жазып, заңдарды талқылауға қатыса аласыз. Экскурсымызды тіркелу үдерісінен бастағанды жөн көрдік. Порталда тіркелу үшін басты беттің жоғарғы жағындағы тіркелу бастырмасына басыңыз. Пайдаланушы келісімімен танысу жаңа пайдаланушыны порталда тіркеудің міндетті шарты. Бұл жерде тіркелу мен порталда жұмыс істеу шарттары көрсетілген. Мұқият оқып шығып, осы келісімнің шарттарымен таныстым және оларды қабылдаймын мәтінінің алдына белгі қойыңыз. Қызмет субъектісін жеке немесе заңды тұлғаны таңдаңыз. Сіздің мәліметтеріңіздің қажетті деңгейдегі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында порталда тіркелудің екі түрі бар. Егер сіздің электрондық цифрлық қолтаңбаңыз болса, ЭЦК арқылы тіркелу. Егер ЭЦК болмаса, уақытша тіркелуді таңдайсыз. Уақытша құқықтарға ие болу арқылы сіз түрлі төлемдерді, салықтарды, айыппұлдарды, коммуналдық қызметтерді, байланыс қызметтерін және тағы басқаларын төлей аласыз. Баланы балабақшаға кезекке қоя аласыз. Алайда қызметтер алу тарихына, соның ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтарында алған қызметтеріңіз тарихына рұқсатыңыз болмайды. Уақытша тіркелуді, ЭЦК-сыз тіркелуді қарастырып көрейік. Төменде көрсетілген алаңдарды бірінен соң бірін толтырып, іздеу батырмасына басыңыз. Барлық алаңдарды толтырған соң, тіркелу батырмасына басыңыз. Сіздің электрондық поштаңызға сілтеме келеді. Сілтеме бойынша өту арқылы тіркелу үдерісін аяқтайсыз. Сіз сілтеме бойынша өткен соң, осы бет ашылады. Тіркелу сәтті аяқталды. Жұмысты бастау үшін кіру батырмасы бойынша өтіңіз. Порталда авторлану үшін жеке сәйкестендіру нөмірі және тіркелу кезінде көрсеткен пароліңізді енгізу қажет. Авторлану сәтті аяқталды. Назар аударыңыз, егер 90 күн ішінде өзіңіздің есеп жазбаңыз арқылы порталда авторланбасаңыз, уақытша тіркелу жойылады. ЭЦК алып авторланған соң немесе оның көмегімен электрондық қызметтердің бірін алсаңыз, уақытша тіркелу автоматты түрде тұрақты тіркелуге айналады. Енді сіз электрондық үкімет порталында қалай тіркелу керектігін білесіз. Кез келген сұрақтарыңыз туындаған жағдайда 1414 және 8800-080-7777 нөмірлері бойынша бірыңғай байланыс орталығына хабарласа аласыз. Қоңырау шалу барлық Қазақстан бойынша тегін. Тіркелген соң ЭЦК-ны талап етпейтін қызметтердің бірін алуға кеңес береміз. Мәселен, салықтарды төлеу. Бұл үшін назарларыңызға электрондық үкімет порталында салықтарды қалай төлеуге болады ролигін қарауға кеңес береміз.